Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қысқа дайындық айдарын жалғастырамыз. Бүгін сіздермен лечо дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып даярласаңыз, сіздің лечоңыз сөзсіз өте дәмді шығады. Мен лечоны екі түрлі жолмендаярладым. Бірінші түрінде қызыл тәтті бұрыш пен полуострый перецті қолдандым. Ал екінші түрінде қызыл тәтті бұрыш пен острый перецті қолдандым. Мен үшін бұл лечоның екі түрі де өте дәмді шықты. Ал сіз өзіңіз қалаған нұсқасымен жасасаңыз болады. Барлық ингредиенттердің салмағын описаниесінде қалдырамын. Лечо үшін бізге нағыз піскен тәтті қызыл бұрыш қажет. Қызыл бұрышты алдымен жуып, содан соң оның тұқымының барлығынан ажыратып аламыз. Содан соң оны орташа көлемдегі 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Қызыл бұрышты кескен уақытымызда оның көлемі аса маңызды емес, тек қана ол пісіру уақытының ұзақтығына ғана әсер етеді. Егер де сіз үлкенірек 4 бұрыш жасаған болсаңыз, пісіру уақытын 5 минутқа ұзартасыз. Ал егер де кішірек бөліктерге бөлетін болсаңыз, онда пісіру уақытын 5 минутқа қысқартасыз. Полуострый перецті дәл осылай тазалап, 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Егер полуострый перецті қолданбайтын болсаңыз, онда лечоның мен айтқан екінші нұсқасымен жасасаңыз болады. Екінші нұсқасын қолданатын болсаңыз, тәтті қызыл бұрыштың салмағы 2 еселенеді, яғни полуострый перецтің орнына тәтті қызыл бұрышты қолданамыз. Содан соң бір дана ащы бұрыш, яғни острый перецті қолданамыз. 1,5 келі қызанақты жуып тазалап аламыз. Содан соң оны майда бөліктерге, кесінділерге бөлеміз. Қызанақты мясорубкадан өткізгенге немесе блендермен езген уақытымызда ыңғайлы болу үшін осындай майда кесінділерге бөліп аламыз. Қызанақ кесінділерін мен блендерден өткізіп езіп алдым. Сіздер блендер болмаған жағдайда мясорубканы қолдансаңыздар болады. Қызанақты дайындап қойған бұрышымыздың үстіне құямыз. Содан соң 120 грамм қант, 50 грамм тұз және 90 грамм өсімдік майын қосып, барлығын жақсылап араластырып, газға қоямыз. Рецепт бойынша сарымсақ пен уксусты соңында қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, орташа оттағы газға қоямыз. Қайнағанға дейін жеткіземіз. Қайнағаннан соң отты аздап басыңқыраймыз. Содан соң 25 минут көлемінде газда ұстаймыз. Осы уақытта біз сарымсақты дайындап аламыз. Оны пышақпен өте майда ұсақ бөліктерге бөлеміз. Укропты да өте ұсақ етіп кесіп, алдын ала даярлап аламыз. Қайнағанға 25 минут болған уақытта сарымсақты, уксусты және укропты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң газымызды өшіреміз. Лечоны алдын ала стерилизация жүргізген ыстық банкаларға құямыз. Банканың ішінде өте аз мөлшерде ауа қалуы үшін лечоны банкаға толтырыңқырап салыңыздар. Алдын ала стерилизация жүргізген ыстық қақпақпен банканың аузын жабамыз. Содан соң ыстық банканы төңкеріп, толық суығанға дейін одеяломен орап қоямыз. Мен пледпен орап қойдым. Банкаға стерилизация жасауды айтып кететін болсам, мен противенге аздап су құйып, оның үстіне сетканы орналастырып, оның үстіне банкаларды қойып стерилизация жасадым. Духовканы 200 градусқа дейін қыздырып, шамамен 15 минут көлемінде банкаларды духовкада ұстадым. Өте ыстық банканы духовкадан шығарған уақытта ол сынып кетуі мүмкін. Сондықтан духовканың есігін кішкене ғана ашып, банкаларымызды аздап қана суытып аламыз. Толығымен суытпаймыз, өйткені банкалар ыстық күйінде қалуы тиіс. Ыстық банкаларды біртіндеп отырып шығарып, мен салаттарым барлығын құйып алдым. Лечоның екінші нұсқасы да өте дәмді шықты. Қызыл тәтті бұрышқа мен острый перецті майдалап турап қосып, барлығын жақсылап араластырып, дәл осы айтылған рецепт бойынша қайнатып алдым. Ал мен өз каналымда өте ерекше тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын көре аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.